Махатма Ганди атындағы нөмірі 92 мамандырылған лицей ұсынады. Адам деген қамшының сабындай қысқа ғұмырда бір-біріне қонақ екен. Оны біз әрқашан жақсылықпен, ізгілікпен, сүйіспеншілікпен өткізуіміз керек екен. Иә, әрине солай. Мұны біз Абай атамыздың шығармаларынан дәлел келтіре аламыз. Абай адам адамды сүйе білу керек деген идеяны берік ұстады. Абайдың шығармаларында адам бір-біріне жаулық емес, достық іздесін деген пікір өзек болып тартылып жатады. Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат өлеңінде кемді күн, қызық дәурен тату өткіз. Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып, біріңді бірің ғиззат, құрмет етіз, тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып. Иә, бұл идея сонау Әл-Фараби шығармаларынан бастау алатындығын көреміз. Өрге жүзер өнегелі ісімен, таңдадал дос өз теңіңнің ішінен. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Ендеше өмірімізді тек қана жақсылықпен, ізгілікпен, тату тәтті өткізейік ағайын.